Ауылдың шетіндегі ескі қорында 40 жылдан бері бір ғана адам жұмыс істейтін. Оның атын жұрт ұмытып кеткен. Ешкім оны өз есімімен атамайтын. Бәрі тек қабір қазушы келе жатыр дейтін. Балалар оны көрсе жолын айналып өтетін. Үлкендер амандасқанмен дастарханына шақырмайтын. Өйткені жұрт оны өліммен бірге жүретін адам деп есептейтін. Бірақ ешкім оның әр қабірдің басында үнсіз жылап тұратынын білмейтін. Өйткені ол жерлеген әр адамның артында қалған тағдырды өз тағдырындай сезінетін. Бір күзгі кеште 70-тен асқан қарт қолына күрегін алып, тағы бір қабір қазуға шықты. Жаңбыр себелеп тұр, жер дымқыл. Күрек тасқаша тигендей сақ ете қалды. Қарт еңкейіп қарады. Бұл тас емес еді. Ескі ағаш сандықтың қақпағы болатын. Ол сандықты абайлап ашты. Ішінен сарғайған хаттар мен кішкентай ғана матаға оралған нәрсе шықты. Қарт оны көрген сәтте қолындағы шамы жерге түсіп кетті. 50 жылдан бері жүрегінің түбіне көміп келген құпия дәл алдында жатқан еді. Көзінен еріксіз жас ақты. Сонда тірі болғаны ма? Ол әлгі хатты кеудесіне қысып, қорымның ортасына тізерлей отырды. Сол түні алғаш рет қабір қазушы таң атқанша жылады. Өйткені дәл сол сәттен бастап оның ғана емес, бүкіл бір әулеттің тағдыры өзгеретінін ол әлі білмеген еді. Ауылдан шеткері тұрған қорымның жанында ескі саманнан салынған шағын үй бар еді. Сол үйде жалғыз адам тұратын. Оның шын аты Оразбай. Бірақ ауылда оны бұл есіммен ешкім атамайтын. Жұрттың бәрі қабір қазушы дей салатын. Ал Оразбай ешқашан ренжімейтін. Адам атымен емес, ісімен есте қалады деп күбірлейтін де, үнсіз жұмысын жалғастыра беретін. Жасы 70-тен асса да, қолынан күрегі түскен емес. Қай үйден қаралы хабар шықса, ең бірінші іздейтіндері де сол. Біреу әкесінен айырылса, Оразбай қабірін қазатын. Біреу анасынан айырылса, ақтық сапарға дайындайтын. Жас баланың да, ақсақалдың да соңғы мекенін үнсіз әзірлейтін. Бірақ бір қызығы, 40 жыл бойы өзгелердің қайғысын көтерген қарияның өз үйіне бірде-бір жан бас сұқпайтын. Мереке күні де, айт күні де, туған күні де. Оның есігін қағатын ешкім жоқ еді. Бір күні ауылдың жас жігіті Ержан қорымға келді. Ата, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Оразбай күрегін жерге сүйеп жымиып барады. Сұрай ғой балам. Сіз өліктен қорықпайсыз ба? Қария күліп жіберді. Жоқ. Қалайша? Өлі адамнан емес, тірі адамның арам ниетінен қорқу керек. Ержан үнсіз қалды. Бұл сөзді ол бұрын еш жерден естімеген. Ата, сонда сіз өмір бойы жалғыз болдыңыз ба? Оразбайдың жүзі күрт өзгерді. Көзіндегі мұңды Ержан алғаш рет байқады. Жоқ балам, отбасымыз болған ба? Қария алыстағы көне биіктердің біріне ұзақ қарап тұрды. Болған. Қазір қайда? Оразбай жауап бермеді. Тек ауыр күрсініп, кейбір адамдарды жер емес, тағдыр тартып алады деді. Сол түні Оразбай үйіне келген соң, ескі ағақ сандықтың ішінен сарғайған бір суретті алып шықты. Суретте өзі, жас келіншек және 4-5 жасар кішкентай қыз күлімдеп тұр. Қария суретті алақанына салып ұзақ отырды. Кешіріңдер, деді сыбырлап. Оның көзінен тағы да жас сырғып түсті. Дәл сол сәтте есік қағылды. Бұл уақытта оған ешкім келмейтін. Оразбай шамын алып есікті ашты. Табалдырықта 40-тар шамасындағы бейтаныс әйел тұр екен. Әйелдің көзі жасаурап кеткен. Сіз Оразбай ақсақалсыз ба? Иә, қызым. Әйел қалтасынан ескі, сарғайған бір суретті шығарды. Суретке көз салған Оразбайдың өңі бозарып кетті. Бұл дәл өз қолындағы суреттің екінші данасы еді. Әйелдің ерні дірілдеп. Мен сізді 50 жыл бойы іздедім. Әке. Оразбайдың қолындағы шам дірілдеп кетті. Не дедім? Әйел тағы да қайталады. Мен сізді 50 жыл іздедім. Әке. Қарияның тілі байланып қалды. Ол әйелдің жүзіне ұзақ қарады. Көздері дәл анасының көзі сияқты. Ал жанарындағы мұң өзінің жас күніндегі мұңға ұқсайтын. Қызым, сен қателесіп тұрған жоқсың ба? Әйел басын шайқады. Жоқ. Ол сөмкесінен ескі тұмар шығарды. Күмістен жасалған, жартай бейнеленген кішкентай тұмар. Оразбайдың жүрегі тоқтап қала жаздады.
Қалтасынан дәл сондай тұмардың екінші жартысын алып шықты. Екі тұмар бір-біріне дәл келді. Қарияның тізесі дірілдеп, орындыққа отыра кетті. Мұны саған кім берді? Анам. Анаңның аты кім? Күмісай. Оразбай көзін жұмып жіберді. Күмісай. 50 жылдан бері күнде түсіне кіретін есім. Жарты сағат бойы екеуі үнсіз отырды. Сыртта күздің желі гүлдеп тұр. Үй ішін тек шамның әлсіз жарығы ғана жарықтандырып тұрды. Алғаш болып әйел тіл қатты. Менің атым Айсылу. Оразбай үнсіз тыңдап отыр. Анам өмір бойы сізді жамандаған жоқ. Әкең бізді тастап кеткен жоқ. Тағдыр айырды, деп қана айтатын. Қарияның көзінен тағы жас ақты. Сонда ол мені күткен екен ғой. Соңғы демі қалғанша күтті. Бұл сөз Оразбайдың жүрегін тіліп өтті. Ол айтыс болды ма? Айсылу үнсіз ғана басын изеді. 3 ай бұрын. Оразбай жүзін алақанымен жауып жіберді. 50 жыл бойы бір көруге зар болған жарының бұл дүниеде жоқ екенін енді ғана естіп отыр. Ол мені кешірді ме? Айсылу көз жасын сүртті. Анам өмірінің соңғы күнінде әкеңді тап, ол кінәлі емес деді. Оразбай орнынан атып тұрды. Кінәлі емес? Иә. Сонда ол саған ештеңе айтпады ма? Бір ғана хат қалдырды. Айсылу сарғайған конвертті ұсынды. Мұны әкең ғана оқысын деді. Оразбайдың қолы қалтырап кетті. Конверттің сыртында өзіне таныс жазу тұр еді. Оразбайға. Бұл Күмісайдың жазуы болатын. Қария конвертті баяу ашты. Ішіндегі алғашқы сөйлемді оқыған сәтте өңі қашып кетті. Хатта былай деп жазылыпты. Оразбай, сен мені сатқан жоқсың. Бізді айырған адам сенің ең жақын досың еді. Оразбайдың қолындағы хат қалтырап кетті. Бізді айырған адам сенің ең жақын досың еді. Ол ары қарай оқуға батылы жетпей, көзін жұмды. 50 жыл бойы өзін кінәлап келді. Күмісайды қорғай алмадым деп өкінді. Ал енді шындық мүлде басқа болып шықты. Қарт терең дем алып, хатты ары қарай оқи бастады. Оразбай, егер бұл хат қолыма тисе, мен бұл дүниеде жоқ шығармын. Сені ешқашан сатқын деп ойлаған емеспін. Сол күні сен келмегенде, мен де сенен бас тартты деп ойладым. Бірақ арада бірнеше ай өткенде бәрін білдім. Сенің маған жазған хаттарымды ауылға жеткізбей өртегенде, сені Күмісай басқа жігітке тұрмысқа шықты деп алдағанда, бәрін істеген адам өзің жан болсын деп сенген Қасым болатын. Оразбай хатты оқып отырып орнынан тұрып кетті. Жоқ, бұл мүмкін емес еді. Қасым балалық шағынан бірге өскен досы, әскерге де бірге барған, бір үзім нанды бөліп жеген адам. Ол неге бұлай істесін? Қарттың жан дүниесі астан кестең болды. Хат әр қарай жалғасып жатты. Мен шындықты тым кеш білдім. Қасым ішіп алып, бір күні бәрін өз айтып қойды. Сені көре алмаған екен. Оразбай бақытты болмауы керек деді. Сол үшін бізді айырды. Мен сені іздемек болдым, бірақ әкем рұқсат бермеді. Көп ұзамай біз басқа облысқа көшіп кеттік. Оразбайдың көз алдына жастық шағы келді. Сол бір күн ол Күмісаймен қашып кетуге уағдаласқан. Кеш батқанда ескі көпірдің басында күтемін деген. Бірақ дәл сол күні Қасым жүгіріп келіп, барма, Күмісай басқа жігітке ұзатылып жатыр. Өзі де сені күтпейтінін айтты деген. Жас Оразбай сол сөзге сеніп қалған. Содан кейін туған ауылын тастап кетіп еді. Сөйтсе, бәрі өтірік болған екен. Қарттың көзінен жас сорғала бақты. Күмісай, кешір мені. Ол хатты жүрегіне қысып ұзақ отырды. Айсылу үнсіз ғана әкесіне қарап отыр. Алғаш рет оның көзіндегі өкініштің қаншалық ауыр екенін түсінді. Әке? Оразбай қызына қарады. Иә, қызым. Анам хаттың соңында тағы бір өтініш жазып кеткен. Қандай? Айсылу үнсіз, конверттің түгінен тағы бір бүктелген қағазды алып шықты. Мұны ең соңында оқуымды тапсырған. Оразбай қағазды ашты. Бар болғаны бір ғана сөйлем жазылыпты. Қасым өлген жоқ. Ол сенің жанымда жүр. Оразбайдың жүрегі зу ете қалды. Бұл
Қалай? Айсұлу да тамырғап қалды. Әке, Қасым ата қайтыс болды деп естігенмін ғой. Оразбай баяу басын шайқады. Жоқ қызым. Сонда? Қарт терезеге ұзақ қарап тұрып, ауыр үнмен: Қасымның қабірін осыдан 3 ай бұрын өз қолыммен қаздым. Бірақ табыттың қақпағын бірде-бір рет ашқызбады. Үйдің іші тып-тыныш болып кетті. Екеуінің де көкейінде бір ғана сұрақ тұрды. Егер табыттың ішінде Қасым болмаса, онда ол қазір қайда? Қарттың санасында бір ғана сұрақ қайта-қайта жаңғырып тұрды. Егер табыттың ішінде Қасым болмаса, мен кімді жерледім? Оразбай өмірінде бір ғана қағиданы бұзған емес. Марқұмды жерлер алдында табыттың қақпағын әрдайым ашық көретін. Бұл оның әкесінен қалған аманат. Жер қойнында тапсырылатын адамның жүзін соңғы рет көру тірілердің парызы дейтін әкесі. Бірақ 3 ай бұрын бәрі басқаша болды. Қасымның мәйітін қаладағы ауруханадан алып бергенде, қасында 3 бейтаныс жігіт жүрді. Қымбат көлікпен келген. Сөйлеу мәнері де ауыл адамдарына ұқсамайтын. Солардың үлкені Оразбайға жақындап: «Ақсақал, табытты ашуға болмайды» деді. Неге? Марқұмның өлерер алдындағы аманаты. Аманат болса да жүзін көруім керек. Әлгі жігіт қалтасынан қалың конверт шығарды. Мұнда сіздің 1 жылдық еңбек ақыңыз бар. Оразбайдың қабағы түйіліп кетті. Ақшаларымды алып кетіңдер. Онда өтінішімізді орындаңыз. Өліктің алдында сауда жүрмейді. Сол кезде әлгі жігіттің жүзі суып кетті. Егер табыт ашылса, үлкен мәселе болады. Бұл сөз әлі күнге дейін Оразбайдың есінен кетпеген. Ақыры ауыл ақсақалдарының өтінішімен табыт ашылмай жерленген еді. Сол күні жүрегі бірдеңені сезген, бірақ не екенін түсіне алмаған. Әке? Айсұлу үнсіздікті бұзды. Иә қызым, Қасымның қабіріне барайық. Оразбай қызына жалт қарады. Не үшін? Егер күмәніңіз болса, шындықты өз көзімізбен көрейік. Қарт ауыр күрсінді. Қабірді ашу оңай емес. Бірақ басқа жол қалды ма? Оразбай жауап бере алмады. Сол күні кеш бата екеуі қорымға келді. Жел күшейіп аспанды қара бұлт торлаған. Қасымның бейіті қорымның ең шетінде орналасқан. Тастың бетінде Қасым Әбілұлы 1950-ден 2025-ке дейін деп жазылыптыр. Оразбай бейіттің басына үнсіз тізерледі. Қасым, егер расында сен тірі болсам, неге мұндай күнге жеткіздім? Жауап болған жоқ. Тек күзгі жел ғана ескі ағаштардың арасымен гүлдеп өтті. Дәл сол сәтте алыстан көлік шамы көрінді. Түн ішінде қорымға ешкім келмейтін, қара жол талғамайтын көлік баяу тоқтады. Ішінен 2 ер адам түсті. Олар Оразбай мен Айсұлуды байқамаған сияқты. Біреуі сыбырлап: «Тезірек бітірейік, бастық таң атқанша бәрін жойындар» деді. «Қабірді қазамыз ба?» «Иә, табыттың ішінде қалған заттардың бәрін алып кетеміз». Оразбай мен Айсұлу бір-біріне үрейлене қарады. Демек, біреу дәл осы түні Қасымның қабірін ашуға келген еді. Оразбай Айсұлудың қолынан қыса ұстап, ескі еменнің тасасына қарай шегінді. «Дыбыс шығарма қызым». Екеуі демдерін ішіне тартып, қараңғылыққа сіңіп кетті. Қара жол талғамайтын көліктен түскен 2 жігіт ештеңені байқамағандай Қасымның қабіріне бет алды. Бірі күрек көтеріп келе жатыр. Екіншісі телефонмен сөйлесті. «Иә бастық, уайымдамаңыз, таң атқанша із қалмайды». Телефонның арғы жағындағы адамның даусы естілмеді. Бірақ әлгі жігіт: «Иә, қарт ештеңеден күдіктенбейді» деп күліп қойды. Оразбайдың жүрегі шым ете қалды. Демек, мені бақылап жүрген. Жігіттер жұмысты бастап кетті. Қара жерді асығыс қаза бастады. Әр күрек сайын Оразбайдың жүрегі өртеніп бара жатқандай. 40 жыл бойы жүздеген адамды жерледі. Бірақ ешқашан жерленген қабірді қайта қазып көрген емес. Бұл оның өміріндегі ең ауыр түн еді. Жарты сағаттан кейін күрек ағашқа тірелді. Табытқа жеттік. Екеуі топырақты аршып қақпағын көтерді. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Кенет әлгі жігіттердің бірі шошып айқайлап жіберді: «Ей, мұнда адам жоқ!» «Не?» Екіншісі де ішіне үмілді. Табыттың ішінде адам сүйегі де, киімі де, ештеңе жоқ еді. Тек шаң басқан ескі көрпе мен кішкентай темір қобдиша ғана жатыр. «Бізді алдап кеткен», деді бірі ашумен. «Бастыққа хабарлас». Оразбайдың аяғы дірілдеп кетті.
Бос. Әке, шынымен бос па? Айсұлудың даусы әрең шықты. Қарт өмірінде мұндайды көрмеген. Өз қолымен жерлеген табыттың іші бос. Телефонмен сөйлескен жігіт ашуланып айқайлады. Табыт бос. Қобдиша ғана қалған. Телефонның ар жағындағы адам не дегені белгісіз. Бірақ жігіттің жүзі бірден өзгерді. Не дейсіз? Қобдишаны ғана алып кетейік пе? Жарайды. Ол еңкейіп темір қобдишаны көтермек болды. Дәл сол сәтте, оған қолыңды тигізбе. Қараңғылықты қақ жарып, Оразбайдың үні шықты. Екі жігіт селк етіп артына бұрылды. Сен? Бұл қорымда өлінім де, тірінің де аманатына қол сұқтырмаймын. Жігіттердің бірі мысқылдап күлді. Шал, жолыңнан тұр. Тұрмаймын. Онда өзіңе қиын болады. Оразбай күрегін жерге тіреп бір қадам алға басты. 40 жыл бойы бұл қорымды күзеттім. Бүгін де күзетемін. Егер бір адым алға бассаңдар, әуелі мені аттап өтесіңдер. Жігіттер бір-біріне қарап жымиды. Сол сәтте көліктің фарасы қайта жанды. Қараңғылықтан үшінші адам түсті. Оразбай оның жүрісін көрген бойда қатып қалды. Жүзі анық көрінбесе де, дауысы өте таныс еді. Шетке шық, Оразбай. Қарттың жүрегі тарс ете қалды. Бұл дауысты ол 50 жылдан бері ұмытпаған еді. Ерні дірілдеп, сыбырлай ғана айтты. Қасым, сен тірісің бе? Оразбайдың жүрегі кеудесіне сыймай дүрсілдеп кетті. Қасым, сенсің бе? Қараңғылықтағы адам үнсіз тұрды. Фараның жарығы оның жүзін анық көрсетпейтін, тек сол басы ғана көрінеді. Жел күшейіп қорымдағы ескі теректер сыбдырлай жөнелді. Бірнеше секундтан кейін әлгі адам баяу сөйледі. 50 жыл өтті. Даусымды әлі ұмытпапсың. Оразбайдың қолындағы күрек жерге суысып түсті. Бұл Қасымның даусы еді. Қателесу мүмкін емес. Сен өлмек пе едің? Өлді деп ойлағандарың өздеріңе тиімді болды. Айсұлу әкесіне жалт қарады. Әке, бұл шынымен Қасым ба? Оразбайдың ерні әрен пимылдады. Қасым бір адым алға басты. Жасы ұлғайғанымен бойы тіп-тік, шашы аппақ болған. Бірақ көзіндегі суықтық өзгерметті. Оразбай оның жүзіне ұзақ қарады. Осы адамның кесірінен өзінің жастығы, махаббаты, жарты ғұмыры жоғалғанына енді ғана толық сенгендей болды. Неге? Даусы дірілдеп шықты. Неге бізге осылай жасадым? Қасым жымиды. Бірақ ол күлкіде жылылық жоқ еді. Әлі де ештеңе түсінбепсің, Оразбай. Не түсінуім керек? Мен сенің Күмісайды сүйгенің үшін емес, сенің өміріңді қызғанғаным үшін бәрін жасадым. Оразбай үнсіз қалды. Сенің атанаң бар еді, сені жақсы көретін жар бар еді, болашағым бар еді. Ал менде ештеңе жоқ болатын. Сол үшін сен де бақытты болмауың керек деп шештім. Айсұлудың көзіне жас келді. Сонда екі адамның тағдырын әдейі қираттыңыз ба? Қасым иығым қиқам еткізді. Екі адам ғана емес, көп адамның тағдыры өзгереді. Оразбай оның көзіне тіке қарады. Құдайдан қорықпадың ба? Қасым ауыр күрсінді. Құдайдан емес, өмірден қорықтым. Содан кейін өмірден бұрын өзім соққы беруді үйрендім. Ал табыт ше? Ол да сен үшін жасалған соңғы ойын еді. Неге бос болды? Қасым тағы да үнсіз күлді. Өйткені менің өлімім сендерге керек болды. Маған емес. Оразбай ештеңе түсінбей тұрды. Не айтып тұрсың? Қасым артына бұрылып көлікке қарай жүре бастады. Егер бүкіл шындықты білгің келсе, ескі диірменге ертең кешке жалғыз кел. Тек жалғыз. Әйтпесе, Күмісайдың өлімі туралы соңғы ақиқатты ешқашан білмейсің. Осыны айтты да көлікке отырды. Қара жол талғамайтын көлік қараңғылыққа сіңіп жоқ болды. Қорымның ортасында Оразбай мен Айсұлу ғана қалды. Ал ашық жатқан бос табыттың ішінде жаңа ғана ешкім байқамаған бір зат жатыр еді. Оразбай шамын жақындатқанда жүрегі шым ете қалды. Табыттың түбінде тот басқан кішкентай күміс сақина жатыр. Бұл Күмісайға өзі ұзатар күні таққан сақина болатын. Оразбай сақинаны алақанына салып ұзақ тұрды. Уақыт тоқтап қалғандай. Бұл сақинаны ол Күмісайға көктемнің соңғы күнінде таққан еді. Мен оралғанша шешпе деген болатын.
Күмісай күлімдеп, сен аман келсең болды, бұл сақина өмір бойы қолынан түспейді деп жауап берген. Содан бері 50 жыл өтті. Оразбай бұл сақинаны енді ешқашан көрмеймін деп ойлаған. Бірақ ол қалайша бос табыттың ішіне түсті. Айсұлу сақинаны көргенде көзіне жас толды. Әке, иә қызым, бұл анамның сақинасы екеніне сенімдісіз бе? Сенімдімін. Анам оны өмірінің соңына дейін тағып жүрді. Оразбай селгетіп қызына қарады. Не дедім? Иә, анамның қолында осы сақина болатын. Қайтыс боларынан бір күн бұрын ғана жоғалып кеткен. Қарттың өмі өзгеріп кетті. Демек, біреу анамның үйіне кірген. Жоқ. Оразбай басын шайқады. Бұл кездейсоқтық емес. Біреу бізге белгі беріп отыр. Екеуі үйге қайтқанша таң ата бастады. Бірақ үйдің есігі ашық тұр екен. Оразбай өмірінде есігін құлыптамайтын. Дегенмен, мұндайды бұрын көрмеген. Үй іші астан-кестең. Ескі сандық ашық жатыр. Кітаптар еденге шашылған. Төсектің астына дейін ақтарылған. Айсұлу шошып кетті. Біреу тінту жүргізген. Оразбай асығыс сандыққа жүгірді. Ішінен бір ғана зат жоғалтты. Күмісайдың барлық хаттары. Қалған дүниеге ешкім тимеген. Олар хаттарды іздеген. Неге дәл хаттарды? Оразбай ауыр күрсінді. Өйткені ол хаттарда Қасым ғана емес, тағы бір адамның аты жазылған. Кімнің? Қарт үнсіз қалды. Ол бұл есімді жарты ғасыр бойы ешкімге айтпаған. Дәл сол кезде үйдің сыртынан әлсіз дыбыс естілді. Біреу есікке кішкентай ғана конверт қыстырып кетіпті. Конверттің сыртында бар болғаны бір сөйлем жазылған. Ескі диірменге барма. Қасым тағы да сені алдайды. Төменгі бұрышында қолдан батыр. Оразбайдың қолы қалтырап кетті. Бұл Күмісайдың қолтаңбасы еді. Бірақ Күмісай 3 ай бұрын қайтыс болған емес пе? Оразбай конвертті екі қолымен ұстап қатып қалды. Бұл мүмкін емес. Айсұлу жақындап келді. Не болды, әке? Қария конверттің төменгі бұрышын көрсетті. Мына жазуды көріп тұрсың ба? Айсұлу бір қарағаннан ақ таныды. Жүрегі зу ете қалды. Бұл анамның қолтаңбасы. Екеуі үнсіз бір-біріне қарады. 3 ай бұрын жер қойнына тапсырылған адамның қолтаңбасы бүгін олардың есігінің алдында қалай пайда болды? Оразбай дірілдеген қолмен конвертті ашты. Ішінен бір ғана бүктелген қағаз шықты. Онда қысқа ғана сөйлем жазылыпты. Егер бұл хатты оқып отырсаң, демек олар бұрынғыдай іздерін жасырып үлгермеген. Диірменге жалғыз барма. Саған сенетін жалғыз адам қорымдағы 7-ші қабірдің иесі. Оразбайдың қабағы түйілді. 7-ші қабір. Әке, ол кім? Қарт бірден жауап бере алмады. Қорымды көзін жұмып жүріп аралайтын. 7-ші қатардағы 7-ші қабір. Ол бейітті жақсы білетін, бірақ оның иесінің бұл іске қандай қатысы барын түсіне алмады. Таңертең ерте екеуі қорымға қайта келді. Оразбай қабірлерді үнсіз санап өтті. 1, 2, 3. 7-ші қабірге жеткенде аяғы өзінен өзі тоқтады. Таста. Сәбіт Қалиұлы. 1948-ден 2018-ге дейін деп жазылыптыр. Айсұлу таңырқап сұрады. Бұл кісі кім болған? Ауылдың мұғалімі. Сізбен араласты ма? Иә, бірақ көп сөйлемейтін. Бір қызығы өмірінің соңғы күнінде мені шақыртып алған. Не айтты? Оразбай ұзақ үнсіз тұрды. Бір күні өткенің өзіңді іздеп келеді. Сол күні қорықпа деген. Сол кезде мән бермеген. Енді ғана сол сөздің салмағын сезіп тұр. Қабірдің басында тұрған ескі тас шамалы қисайып кеткен екен. Оразбай оны түзетпек болып еңкейді. Тастың астынан темір сақинаға байланған кішкентай кілт көрінді. Айсұлу таң қалып, мұнда кілт қайдан жүр? Оразбай кілтті алып қарады. Оған ұсақ әріппен диірмен деп қаша салып жазылыпты. Екеуі бір-біріне үнсіз қарады. Демек, Күмісайдың хатындағы ескі диірмен жай ғана кездейсоқ аталған жер емес еді. Дәл сол сәтте Оразбайдың телефоны шырылдады. Экранда бейтаныс нөмір. Ол тұтқаны көтерді. Арғы жақтан қарт адамның қарлығыңқы даусы естілді. Оразбай, сіз кімсіз? Уақытым аз қалды. Атыңызды айтыңыз. Егер шындықты білгің келсе, бүгін кешке диірменге бар. Бірақ хатта барма деп жазылған.
Телефондағы адам ауыр күрсінді. Хатты Қасым жазған жоқ. Онда кім? Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын әлгі дауыс жай ғана. Мен Сәбиттің ұлымын. Әкем өлмес бұрын маған бір аманат қалдырған. Ол аманат 50 жыл бұрынғы қылмыстың шындығын ашады. Қоңырау үзіліп кетті. Оразбай телефонды қолынан түсіріп ала жаздады. 50 жыл бойы көмілген шындықтың есігі енді ғана ашыла бастаған еді. Кеш бата Оразбай жалғыз өзі жолға шықты. Айсұлу қанша қарсы болса да, ол көнбеді. Бұл менің өткен өмірім, қызым. Кейбір сұраққа әкеңнің өзі жауап беру керек. Бірақ хатта жалғыз барма деп жазылған ғой. Оразбай қызының қолынан ұстады. Кейде қорқыныштан қашқан адам өмір бойы ақиқатқа жете алмайды. Айсұлу үнсіз қалды. Ескі диірменге жеткенде күн қызарып батып бара жатқан. Бұл жерге адам аяғы көптен тимеген. Қабырғалары мүжіліп, төбесінің жартысы опырылып түскен. Бірақ есігі ашықтыр екен. Оразбай баяу ішке кірді. Барма біреу? Жауап болмады. Тек жел ескі диірменнің ағаштарын сықырлатып тұр. Ол қалтасындағы кілтті шығарып қарады. Кілтпен басында диірмен деген жазу анық көрініп тұр. Бұл кілт қайда сәйкес келеді? Қабырғаларды сипалап келе жатып, ескі диірмен тасының астындағы тот басқан құлыпты байқап қалды. Кілт дәл келді. Шарт етіп құлып ашылды. Тас баяу жылжығанда астынан кішкентай темір жәшік шықты. Оразбайдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Жәшіктің ішінде үш зат жатыр екен. Біріншісі ескі күнделік, екіншісі қара ақ фотосурет, үшіншісі магнитофонның шағым кассетасы. Күнделіктің алғашқы бетінде: егер мұны Оразбай оқып отырса, демек мен бұл дүниеде жоқпын деп жазылыпты. Бұл Сәбиттің қол жазуы еді. Оразбай күнделікті оқи бастады. 1981 жылдың күзі. Бүгін мен үлкен күнәнің куәсі болдым. Қасымды кездейсоқ көріп қалдым. Ол жалғыз емес еді. Қасында ауданнан келген белгісіз адам болды. Екеуі көпірдің жанында ұзақ сөйлесті. Мен тығылып тыңдап тұрдым. Сол кезде Қасым: Оразбай ешқашан шындықты білмеу керек. Әйтпесе бәріміз құрымыз деді. Оразбайдың жүрегі шым ете қалды. Сонда бұл тек қызғаныш емес пе? Ол ары қарай оқыды. Әлгі бейтаныс адам Қасымға бір бума ақша берді. Мен мұны өз көзіммен көрдім. Сол күні түсіндім. Күмсай мен Оразбайды айырған себеп махаббат емес, ақша. Оразбайдың басы айналып кетті. Ақша? Демек Қасым біреудің тапсырмасын орындаған. Бірақ оған кім ақша берді? Неге? Дәл сол сәтте диірменнің сыртынан аяқ дыбысы естілді. Біреу ішке кіріп келе жатыр. Оразбай күнделікті тез жауып үлгерді. Есік алдында 70-тер шамасындағы еңкіш тартқан қария тұр екен. Ол Оразбайға ұзақ қарап тұрып: «Сен бәрібір келдің ғой» деді. «Сіз кімсіз?» Қария ауыр күрсінді. «Менің атым Мұрат. 50 жыл бұрын Қасымға ақша берген адамның жүргізушісі болдым. Осы күнді 50 жыл күттім. Енді үнсіз жүре алмаймын. Өйткені Күмсайды Қасым емес, одан да ықпалды адам құрбан еткен еді». Оразбай үнсіз қалды. Мұраттың жүзіне ұзақ қарап тұрды. Бұл адамның жанарында өтіріктің ізі жоқ еді. Тек 50 жыл бойы көтеріп жүрген ауыр күнәнің салмағы ғана көрінетін. «Не дедің?» деді Оразбайдың даусы қарлап. «Қасым бәрін өзі ұйымдастырған жоқ». «Онда кім?» Мұрат басын төмен түсірді. «Мен оның атын бірден айта алмаймын». «Неге?» «Себебі ол адамның ұрпақтары әлі тірі. Бір ауыз сөзім талай шаңырақты шайқалтуы мүмкін». Оразбай ашуға булықты. «Менің шаңырағым 50 жыл бұрын шайқалғанда ешкім ойланған жоқ қой». Мұрат үнсіз қалды. Ол қалтасынан сарғайған ескі әмиян шығарды. Ішінен қара ақ фотосурет суырды. «Мынаны қара». Оразбай суретті қолын алды. Суретте 4 адам тұр. Өзі, Күмісай, Қасым және ауданның сол кездегі ең беделді адамы колхоз төрағасы Сүлеймен. Оразбай таңырқап кетті. «Бұл сурет қайдан шыққан?» «Сол күні мен түсіргенмін». «Сүлейменнің бұған қандай қатысы бар?» Мұрат ауыр күрсінді. «Барлық бәле сол кісіден басталды. Сүлейменнің жалғыз ұлы Күмсайға үйленгісі келді. Бірақ Күмсай мені сүйді». «Иә». «Сонда сол үшін саған жол бермеуге шешім шығарылды». Оразбайдың жүрегі қысылып кетті. «Қасым ше?» «Қасымның әкесі ауыр науқас еді.
Операцияға қомақты ақша керек болды. Сүлеймен соны пайдаланды. Не істеді? Қасымға ақша ұсынды. Оразбай мен Күмісайды айырсаң, әкеңді емдетемін деді. Оразбай көзін жұмып жіберді. 50 жыл бойы досым тек қызғаныштан сатқын болды деп келген. Ал шындық одан да ауыр екен. Қасым келісті ме? Алғашында жоқ. Бірақ әкесінің жағдайы күннен күнге нашарлай берді. Ақыры ол келісім берді. Мұраттың даусы дірілдей бастады. Бірақ бір нәрсені ешкім білмейді. Нені? Қасым кейін істеген ісіне қатты өкінді. Өкінсе неге шындықты айтпады? Айтпақ болды. Сонда? Сол күні жол апатына ұшырады. Оразбай селк етіп кетті. Ол апат емес еді. Не дейсің? Мұрат жан-жағына қарап даусын бәсеңдетті. Мен рөлде отырған адамды көрдім. Кім еді? Сүлейменнің жеке күзетшісі. Оразбайдың бойын мұздай суық биледі. Сонда Қасымды, аузын жапсын деп өлтірмек болған. Диірменнің іші тып-тыныш болып кетті. Сыртта жел гүлдеп тұр. Мұрат қалтасынан соңғы бір затты шығарды. Бұл ескі кассет емес, кішкентай диктофон еді. Мұнда Қасымның өз даусы жазылған. Оразбайдың жүрегі парс ете қалды. Ол не дейді? Мұрат диктофонды оның қолына ұстатты. Соңғы сөзін. Оразбай қосу батырмасын басты. Динамиктен әлсіз ғана дауыс естілді. Егер бұл жазбаны Оразбай тыңдап отырса, досым, мені кешір. Мен сен емес, өзімді сатып кеттім. Диктофоннан шыққан әлсіз дауыс диірмен ішін үнсіздікке бөлді. Оразбай, егер бұл жазбаны тыңдап отырсан, демек мен бұл дүниеде жоқпын. Оразбайдың қолы қалтырап кетті. Бұл Қасымның даусы еді. Жастық шағындағыдай анық, бірақ мұң басқан. Мен сені сатып кеткен жоқпын деп айта алмаймын. Саттым. Бірақ бәрі сен ойлағандай емес. Оразбайдың жанарына жас үйірілді. Сол күні Сүлеймен мені шақырды. Әкемнің өмірі мен сенің бақытыңның біреуін таңда деді. Мен әлсіздік жасадым. Әкемді таңдадым. Мұрат үнсіз басын төмен салды. Ол бұл жазбаны алғаш естігенде өзі де бірнеше күн ұйықтай алмаған. Диктофондағы дауыс жалғаса берді. Бірақ кейін білдім. Сүлеймен мені де алдаған екен. Әкем бәрібір қайтыс болды. Ал сен өмір бойы Күмісайды сатты деп жүрдім. Оразбай көзін жұмып жіберді. 50 жыл бойы жүрегінде қатып қалған мұз еріп бара жатқандай. Мен Күмісайға шындықты айтуға 3 рет әрекет жасадым. Үшеуінде де адамдарын жіберіп жолымды кесті. Диктофоннан ауыр жөтел естілді. Сосын тағы сөйледі. Егер мен аяқ астынан өлсем, оған сенбеңдер. Менің өлімім кездейсоқ болмайды. Жазба сол жерден үзіліп қалды. Диірмен ішінде үнсіздік орнады. Оразбай көз жасын сүртпеді. Ол 50 жылдан кейін алғаш рет Қасымды жек көре алмай тұрғанын сезді. Ол шынымен өкінген екен. Мұрат басын изеді. Өкінді. Бірақ тым кеш болды. Бұл жазбаны неге осы уақытқа дейін сақтадым? Себебі қорықтым. Кіммен? Мұрат жауап берместен есік жаққа қарады. Сырттан көлік даусы естілді. Бір емес, 2 көлік. Фараның жарығы диірменнің сынған терезелерінен ішке түсті. Мұраттың өңі қашып кетті. Олар бізді талып қойған. Кімдер? Сүлейменнің ұлы мен немерелері. Бірақ Сүлеймен баяғыда қайтыс болды ғой. Бірақ оның құпиясын қорғап жүргендер әлі тірі. Диірменнің есігі тарс ашылды. Ішке қара киінген 4 ер адам кірді. Ал олардың соңынан ақ шашты, еңселі бір қария баяу басып келе жатты. Оразбай оның жүзін көрген сәтте демі ішіне тартылып қалды. Бұл Сүлейменнің жалғыз ұлы Бекболат еді. Бекболат Оразбайға салқын ғана қарап, 50 жыл үнсіз жатқан өткенді неге қайта қазып жүрсің, Оразбай? Кейбір шындықтың жер астында қалғаны бәріміз үшін дұрыс еді. Диірменнің іші тып-тыныш болып кетті. Оразбай мен Бекболат бір-біріне үнсіз қарап тұр. Араларында 50 жылдың өкініші мен өшпенділігі жатқандай. Алғаш болып Бекболат тіл қатты. Қартайғанда тыныш өмір сүрмедің бе, Оразбай? Оразбай оның жүзіне тесіле қарады. Тыныштарымды 50 жыл бұрын өздерің тартып алғансыңдар. Бекболат мысқылдай жымиды. Әлі де әкемді кінәлайсың ба? Кінәламаймын. Онда
Ақиқатты іздеп жүрмін. Бекболаттың жүзі бір сәтке өзгеріп кетті, бірақ өзін тез қолға алды. Ақиқат саған не береді? Күмісайдың аруағы алдында ақталамын. Ал өлген адамға ақиқаттың керегі бар ма? Оразбай күрегіне сүйеніп бір адым алға басты. Өлгенге емес, тірі қалғандарға керек. Мұрат қалтасындағы диктофонды байғатпай артына тыға бастады. Бірақ қара киімдегі жігіттердің бірі оны байқап қалды. Қолындағыны бер. Мұрат шегінді. Бұл сендердік емес. Бер дедім. Әлгі жігіт жұлқына ұмтылғанда Оразбай оның жолын бөгеді. Тоқта! Жігіт ашуланып. Шал, шетке шық. Әуелі мені құлатасым. Бекболат қолын көтеріп жігіттерін тоқтатты. Ешкімге тимеңдер. Ол Оразбайға жақындады. Сен мені жау көріп бірсің, бірақ мен саған жамандық жасаған жоқпын. Әкеңнің күнәсін ақтамақсың ба? Әкемнің қандай адам болғанын менен артық ешкім білмейді. Онда бәрін айт. Бекболат үнсіз қалды. Оның жанарында бұрын байқалмаған мұң пайда болды. Мен де бұл шындықты көп жыл бұрын ғана білдім. Оразбай таңырқап қалды. Не айтқың келіп тұр? Әкем өлер алдында мені шақырды. Мен үлкен күнә жасадым деді. Бірақ атын айтып үлгермеді. Сол күні жүрегі тоқтап қалды. Сонда сен де ештеңе білмейсің де? Білетінім аз, бірақ Бекболат күрт тоқтады. Бір нәрсені анық білемін. Нені? Әкем бұл істі жалғыз жасамаған. Диірменнің ішін ауыр үнсіздік басты. Оразбайдың жүрегі тағы да зу ете қалды. Сонда тағы бір адам болғаны ма? Иә. Кім? Бекболат баяу бұрылып, диірменнің ескі қабырғасына қарады. Әкем өмір бойы бір адамнан қорқып өтті. Кімнен? Оның есімін ешқашан атамайтын. Тек қожайын дейтін. Мұраттың өңі әп-сәтте қуарып кетті. Жоқ. Сен танисың ба оны? Деді Оразбай. Мұрат үнсіз басын изеді. Танимын. Кім ол? Мұраттың ерні дірілдеп кетті. Егер оның атын қазір айтсам, бұл ауылдың ғана емес, бүкіл ауданның тарихы өзгереді. Осы сәтте диірменнің сыртынан тағы бір көліктің дауысы естілді. Бәрі есікке жалт қарады. Заға келген қара көліктің мемлекеттік нөмірін көрген Мұраттың өңі тіттен бозарып кетті. Кеш қалдық. Не болды? Қожайын өзі келді. Диірмен ішін ауыр тыныштық басты. Әлихан ұзақ уақыт үнсіз отырды. Қолындағы ескі суретті алақанымен сипап шықты. Суреттегі күлімдеген жастарға қарап, көзіне жас үйірілді. Сол күні бәріміз жас едік, деді ақырын. Шындықты айтыңыз, деді Оразбай. Айтамын. Әлихан терең күрсінді. Бірақ мені соңына дейін бөлмейтінді. Оразбай үнсіз басын изеді. Сен Күмісаймен қашып кетуге келіскен күннің алдында, деп бастады Әлихан. Сүлеймен мені үйіне шақырды. Не үшін? Өйткені мен Күмісайдың нағашысы едім. Оның маған ғана сенетінін білетін. Сонда ол маған қызды тоқтат, әйтпесе әулеттердің арасы бұзылады, деді. Ал сіз? Мен бас тарттым. Әлиханның даусы дірілдеп кетті. Бірақ ертеңіне мені ауданға алып кетті. Кімдер? 3 адам. Танисыз ба? Біреуі Сүлейменнің адам еді. Қалған екеуін бұрын соңды көрмегенмін. Не істеді? Маған қол қойдырды. Неге? Күмісай өз еркімен басқа жігітке тұрмысқа шығуға келісет деген жалған қағазға. Оразбай жұдырығын тиіп жіберді. Сонда бәрі алдын ала дайындалған ғой. Иә. Ал Күмісай ше? Әлихан көз жасын сүртті. Ол ештеңеден хабарсыз болды. Сон түні мен бәрін бұзып, саған ескерткім келді. Бірақ келмедіңіз. Келе алмадым. Неге? Мені қораға қамақ қойды. Диірмен іші тағы үнсіз қалды. 3 күннен кейін ғана босатты. Сонда мен шыққан кезде сен ауылдан кетіп қалыпсың. Күмісай ше? Ол сені сатып кетті деп сенген. Оразбай қабырғаға сүйеніп кетті. Жүрегі бұрынғыдан да ауыр соғып тұр. Бірақ бұл әңгіменің ең ауыры әлі алда, деді Әлихан. Оразбай жалт қарады. Бұдан да ауыры бар ма? Бар. Әлихан қалтасынан сарғайған тағы бір хат шығарды. Мұны Күмісай маған босанарынан 1 күн бұрын берген. Неге маған бермедіңіз? Өйткені мен саған жете алмадым. Оразбай хатты жайлап ашты. Алғашқы сөйлемін оқыған сәтте
Оның демі ішіне тартылып қалды. Хатта: Оразбай, егер бұл хат саған жетсе, қызымызды өз баландай ізде. Өйткені оны менен туған соң алып кетті деп жазылыпты. Оразбайдың қолынан хат жерге түсіп кетті. Қандай қыз? Айсұлу да аң-таң болып әкесіне қарады. Әке, анам мені жалғыз қызым деп айтатын. Әлихан көзін жұмып, ауыр үнмен: Жоқ Айсұлу, сен Күмісайдың тұңғыш емессің. Сен дүниеге келгенге дейін Оразбай мен Күмісайдың тағы бір сәбиі болған. Диірменнің ішін өлі тыныштық басты. Оразбайдың құлағына тек өз жүрегінің дүрсілі ғана естіліп тұрды. Не дедіңіз? Әлихан басын төмен салды. Күмісай сенен жүкті болған. Оразбайдың көзі шарасынан шыға жаздады. Жоқ, бұл шындық. Бірақ ол маған бір ауызды айтпады. Айта алмады. Неге? Әлихан ауыр күрсінді. Өйткені сен ол кезде ауылдан кетіп қалған едім. Күмісайды әкесі ешкімге көрсетпей, аудан орталығындағы перзентханаға барады. Елдің сөзі көбейеді деген сылтау айтады. Бірақ шын мәнінде басқа ойлар болған. Сәби дүниеге келген түні дәрігерлердің бірі палатаға кіріп: Қыз бала дүниеге келді дейді. Күмісай қуаныштан жылап жібереді. Қызымды әкеліңізші. Аздан кейін. Бірақ сол аздан кейін ешқашан келмейді. Бірнеше сағаттан соң оған: балаңыз шетінеп кетті деген суық хабарды жеткізеді. Күмісай есінен танып қалады. Ол есін жиғанда қызының денесін де көрсетпейді. Құжаттарды ғана қолына ұстатады. Оразбайдың көзінен жас парлап кетті. Демек, қызымыз өлмеген бе? Әлихан үнсіз ғана басын шайқады. Жоқ. Онда қайда? Оны біреулер алып кеткен. Кім? Мен нақты айта алмаймын. Бірақ перзентханада жұмыс істеген бір акушер әйел кейін маған сыбырлап: бала тіреді, оны түнде басқа адамдар алып кетті деген. Айсұлуының қолдары қалтырап кетті. Сонда: Я қызым. Әлихан оның жүзіне қарап: Сен бұл әулеттің жалғыз перзенті емессің. Сенің туған әпкем бар. Немесе, егер тағдыр тірі қалдырса, қазір ол 70-ке таяған әйел болуы керек. Айсұлу көзіне жас алып: Біз оны 50 жыл бойы іздемегенбіз бе? Іздедік. Күмісай өмірінің соңына дейін іздеді, бірақ ешқандай із табылмады. Оразбай орнынан баяу тұрды. Жоқ. Не болды? Қазір ғана бір нәрсе есіме түсті. Не? Осыдан 3 ай бұрын қорымға бір бейтаныс әйел келген. Сосын ол маған ұзақ қарап тұрды. Қабірлердің арасын үнсіз аралап шықты. Кетерінде: ата, кейбір адамдар туған жерін түсінде көріп табады екен деген еді. Мен оның сөзіне мән бермеппін. Әлиханның өңі өзгеріп кетті. Ол әйелдің мойнында не бар еді? Оразбай көзін жұмып есіне түсірді. Бірнеше секундтан кейін сыбырлай сөйледі. Күмістен жасалған, жартай бейнеленген тұмар. Дәл сол сәтте Айсұлу орнынан атып тұрды. Әке, не болды? Менде де сондай тұмар бар. Қалай? Айсұлу дірілдеген қолмен мойнындағы тұмарды шешіп көрсетті. Әлихан тұмарды көрген бойда бозарып кетті. Бұл не болды? Мұндай тұмар екеу ғана жасалған. Бірі сенде, ал екіншісі із-түссіз жоғалған қызымның мойнына тағылған еді. Диірмен ішін тағы да үнсіздік басты. Оразбай Айсұлудың қолындағы тұмарды алақанын алды. Оны 100 рет көргендей, 1000 рет ұстағандай, жүрегі шымырлап кетті. Жоқ, бұл мүмкін емес. Әлихан баяу жақындады. Оразбай, тұмарды аударып қараш. Қария тұмарды еппен төңкерді. Артқы бетінде ине ұшындай ғана жазу бар екен. А1. Оразбай антаң болды. Бұл нені білдіреді? Әлихан ауыр күрсінді. Күмісай босанардан 1 ай бұрын ауылдың зергеріне 2 бірдей тұмар жасатқан. Екеуінде өзім көргенмін. Біріншісінің сыртына А1, екіншісіне А2 деп белгі соқтаған. Неге? Егер Алла егіз берсе, ажыратып жүрермін деп күлген еді. Оразбай үнсіз қалды. Бірақ тағдыр оған егіз емес. 2 бөлек тағдыр сыйлады. Айсұлуның жүрегі алып ұшып тұрды. Сонда мендегі тұмар, бұл сенікі емес. Не? Бұл алғашқы қызына арналған тұмар. Айсұлуның өңі қашып кетті. Онда менікі қайда? Сен дүниеге келгенде Күмісай саған 2-ші тұмарды таққан, бірақ ол кейін жоғалып кеткен.
Демек сенің мойнындағы тұмар бір кезде әлгі жоғалған қыздың мойнында болған. Оразбай қабырғаға сүйеніп қалды. Сонда олар кейін кездескен бе? Әлихан басын шайқады. Жоқ. Онда тұмар Айсұлуға қалай келген? Осы сұраққа ешкім жауап бере алмады. Сол сәтте Мұрат есіне бір нәрсе түскендей орнынан атып тұрды. Тоқтаңдар. Не болды? 3 ай бұрын қорымға келген әйел. Ол жалғыз болмаған. Қасында кім болды? Шамамен 12-13 жастардағы қыз. Оразбай тамырғап қалды. Немересі шығар? Солай деп ойладым. Бірақ кетерінде әлгі әйел әлгі қызға: "Бұл жерді ұмытпа, сенің түбім осы ауылдан басталады" деген. Әлиханның көзі үнкейіп кетті. Егер ол рас болса, не? Әлгі жоғалған сәби тірі қалып қана қоймаған, оның ұрпағы да бар. Дәл осы кезде диірменнің есігін жел тарс жапты. Еденде жатқан сарғайған сурет ұшып барып Оразбайдың аяғына келіп түсті. Ол суретті көтеріп қайта қарады. Бұрын байқамаған бір нәрсе көзіне оттай басылды. Суреттің артқы бетінде көк сиямен жазылған жалғыз сөйлем бар екен. Қыз тірі. Оны іздесеңдер, өзен бастауынан іздеңдер. Жазудың астында күн көрсетіліпті. 1976 жыл. Оразбайдың қолы қалтырап кетті. Бұл Күнісайдың жазуы емес. Онда кімдікі? Оразбай біраз үнсіз тұрды да баяу ғана сыбырлады. Бұл жазуды танимын. Кімдікі? Перзентханада Күмісайдың босануын қабылдаған акушер әйелдің қолжазбасы. Оразбай суретті екі қолымен қысып ұстап қалды. Мен бұл жазуды ұмытқан жоқпын. Әлихан тамырғай қарады. Қайдан танисың? Күмісай босанғаннан кейін перзентханаға бір-ақ рет барғанмын. Сонда мені ешкім ішке кіргізбеді. Бірақ сыртқа ақ қалатты бір әйел шыққан. Ол маған ұзақ қарап тұрды. Көзі жасаурап кеткен еді. Сол кезде алақаныма кішкентай ғана қағаз ұстатып, бәрі бізге айтқандай емес деген. Мен оның кім екенін де сұрай алмадым. Көп ұзамай күзетшілер қуып жіберді. Сол әйел осы акушер болған шығар, деді Әлихан. Айсұлу үнсіз тыңдап отырды. Ол қазір тірі ме екен? Мұрат күрсініп жіберді. Тірі болса 90-нан асып кеткен шығар. Аты кім еді? Хадиша. Оразбай селк етіп кетті. Хадиша? Танисың ба? Е, қайдан? Осыдан 2 жыл бұрын бір кемпірді жерледім. Құжатында Хадиша Сейітқызы деп жазылып тұрды. Мұраттың жүзі солып кетті. Демек, кеш қалыппыз. Жоқ, деді Оразбай ойланып. Не болды? Сол күні бір нәрсе көңіліме күдік ұялатқан. Не нәрсе? Хадиша әжені жерлер алдында бір қыз келді. 50-ге жақындаған әйел. Ешкіммен сөйлеспеді. Тек табыттың ішіне бір конверт салып жіберді. Сосын үнсіз кетіп қалды. Әлихан орнынан атып тұрды. Конверт? Е, оны қайда қойдың? Еш қайда. Неге? Адамның соңғы аманатына еш қашан қол тигізбеймін. Мұрат екі қолымен басын ұстады. Оразбай, не? Егер ол әйел шынымен Хадиша болса, сол конверттің ішінде 50 жыл бойы іздеген жауабымыз болуы мүмкін еді. Диірмен іші тағы үнсіз қалды. Оразбайдың көзі бір нүктеге қадалып қалды. Жоқ. Не болды? Хадишаны жерлегеннен кейін 3 күннен соң бір адам келді. Кім? Қабірді көрсетіңіз, деді. Көрсеттім бе? Жоқ. Неге? Оның көзі ұнамады. Кейін не болды? Түнде қорымға біреулер жасырын кірген. Мен таңертең барсам, Хадишаның қабірінің топырағы жамадан жабылғандай көрінді. Сол кезде түлкі қазған шығар деп ойлаппын. Енді түсіндім. Біреу қабірді ашқан. Айсұлуның жүрегі аузына тығылды. Сонда, я қызым, олар конвертті алып кеткен шығар. Оразбай үнсіз басын шайқады. Жоқ. Неге? Себебі менің бір әдетім бар. Қандай? Табытқа салынған барлық аманатты марқұмның жастығының астына емес, аяқ жағына қоямын. Мұны ауылда менен басқа ешкім білмейді. Егер олар жастықтың астын ғана қараса, онда конверт әлі күнге дейін табыттың ішінде жатуы мүмкін. Үшеуі бір-біріне үнсіз қарады. 50 жыл бойы іздеген ақиқат. Мүмкін дәл осы сәтте жердің астында Хадиша әженің табытында жатқан шығар. Таң әлі толық ата қоймаған. Қорымның үстін ақшыл тұман басып тұр. Оразбай қолына күрегін алды. Бірақ бұл жолы күрек
бұрынғыдай жеңіл көрінбеді. 40 жылдан астам уақыт ішінде ол жүздеген адамды жер қойнына тапсырды. Алайда жерленген қабірді қайта ашуға ешқашан бел бумаған. Бұл өзінің ғана емес, әкесінен қалған аманат еді. Өліге тыныштық беру тірінің борышы деп өсірген болатын. Сол себепті қолы күрекке бармайдырды. «Әке», деді Айсұлу ақырын. «Иә, қызым. Егер бұл қабірді ашпасақ, анамның ақишихаты мәңгі көмілі қалмай ма?» Оразбай үнсіз қалды. Осы кезде артынан Әлихан келіп иығына қолын қойды. Кейде марқұмның тыныштығын бұзу емес, оның аманатын орындау парыз болады. Пария көзін жұмып дұға оқыды. «Уа Алла, егер бұл ісіміз ақиқатты табу үшін болса, өзің кешір». Күн көтеріле бастағанда алғашқы күрек жерге қадалды. Топырақ жұмсақ екен. Бір сағаттай уақыт өткен соң ағаш табыт көрінді. Оразбайдың қолдары қалтырап кетті. «Мен өзім ашамын». Ол шегелерді ақырын суырып шықты. Қақпақ баяу көтерілді. Хадиша әже ақ кебінмен жатыр. Бәрі үнсіз Құран аяттарын оқыды. Оразбай марқұмның бас жағына қарады. Ештеңе жоқ. Аяқ жағына еңкейіп, кебіннің астын жайлап көтерді. Сол жерде сарғайған кенепке оралған жұқа конверт жатыр екен. Оразбай оны дірілдеген қолмен алды. Табылды. Айсұлудың көзінен еріксіз жас ақты. Демек, анамның ізі үзілмеген. Конверттің сыртына көк сиямен бір ғана сөйлем жазылыпты. Бұл хатты Оразбайдың өзінен басқа ешкім ашпасын. Қария хатты жүрегіне қысып тұрып қалды. 50 жылдан бері дәл осы сөзді күткендей. Ақырын ғана мөрленген жерін ашты. Ішінен бірнеше сарғайған парақ пен нәрестенің кішкентай білезігі түсті. Білезікте қара сиямен жазылған жазу әлі өшпепті. Сәби нөмір 17, анасы Күмсай. Оразбайдың көз алды қарауытып кетті. Бұл біздің қызымыз. Ол хатты асығыс оқи бастады. Егер бұл хат қолына тисе, мен өмірде жоқ шығармын. Мен Хадиша. Осы перзентханада акушер болдым. Сол түні дүниеге келген қыз бала өлген жоқ. Ол сапсау туған. Бірақ босанғаннан кейін палатаға ауданнан 3 адам келді. Олардың бірі, бұл бала бүгіннен бастап басқа отбасының баласы болады деді. Мен қарсы шықтым, бірақ қорқытты. Егер біреуге айтсаң, өзің де отбасында аман қалмайды деді. Оразбайдың демі тарылып кетті. Хаттың келесі жолын оқуға енді кірісе бергенде, арғы жақтан көлік дауыс естілді. Қорым қақпасының алдына бірнеше қара көлік келіп тоқтады. Алдыңғы көліктен түскен адам қатқыл үнмен айқайлады. «Оразбай, хатты оқуды дәл қазір тоқтат!» Қорым іші тып-тыныш болып кетті. Оразбай хатты қолынан түсірмеді. Қара көліктердің есігі ашылып, бірнеше адам асықпай жақындап келе жатты. Алдыңғы қатарда қымбат костюм киген еңселі ер адам бар. Шашына ақ кірген, бірақ жүрісінен ақ билікке үйренгені байқалады. Ол Оразбайға бірнеше қадам қалғанда тоқтады. «Хатты бер». Оразбай жауап қатпады. «Мен соңғы рет айтып тұрмын. Ол хатты маған бер». Қарт хатты кеудесіне қысып алды. 50 жыл үндемедім, енді үнсіз қалмаймын. Әлгі адам мысқылдай күлді. «Сен бұл хатты оқысаң ештеңе өзгермейді». «Өзгереді». «Не өзгереді?» «Менің өмірім өзгермесе де, өтірікпен өмір сүргендердің бетпердесі сыпырылады». Әлихан әлгі адамды бірден таныды. «Руслан». Ер адам оның даусын естіп жалт қарады. «Сен әлі тірі ме едің?» Айсұлу сыбырлап сұрады. «Бұл кім?» Әлиханның жүзі сұрланып кетті. «Сүлейменнің немересі. Оның бүкіл мүлкін мұра қалған адам». Руслан Оразбайға тағы бір қадам жақындады. «Сен бір қат үшін бүкіл әулетті қаралайын деп тұрсың ба? Егер ол әулет кінәсіз болса, қорқатым ештеңесі жоқ». Русланның қабағы түйілді. «Ақиқатты іздеп жүрмін деп ойлайсың ба?» «Иә». «Жоқ. Сен өткенді қазып жүрсің. Ал өткеннің кейде қайта көмілгені дұрыс». Оразбай алғаш рет даусын көтерді. «Өткен көмілетін болса, неге 50 жылдан бері осы хатты іздеп жүрсіңдер?» Руслан үндемей қалды. Бұл сұраққа жауап бере алмады. Оразбай хатты қайта ашты. Қолының дірілдегеніне қарамастан оқуды жалғастырды. Сәбиді алып кеткен адамдардың арасында бір дәрігер, бір полиция қызметкері және аудан әкімшілігінен келген адам болды. Олар баланың құжаттарын сол түні өзгертті. Мен нәрестенің қолындағы нөмірлік білезікті жасырып қалдым.
Бір күні шындық ашылар деп үміттендім. Баланы алып кеткен әйел кетерінде бір ауыз сөз айтты. Бұл қыз енді өз атымен өмір сүрмейді. Оразбайдың жүрегі шымырлап кетті. Хаттағы әр сөз бұрынғыдан да ауырлай түсті. Ол ары қарай оқыды. Мен олардың сөйлескенін естідім. Олар баланы шетелге емес, осы облыстың өзіндегі ықпалды бір отбасыға бермек болды. Сол отбасының кегі Оразбай еріксіз тоқтап қалды. Соңғы жолдың дәл ортасына қызыл сия төгіліп кеткен. Есімнің жартысы ғана көрінеді. Бек. Қалған әріптерді оқу мүмкін емес еді. Оразбай көзін сығырайтып қайта қарады. Бек. Әлиханда еңкейіп барады. Бұл Бекболат па? Жоқ. Мұрат басын шайқады. Бекболаттың тегі басқа. Русланның өңі сол сәтте өзгеріп кетті. Ол алғаш рет сабырын жоғалтты. Болды. Ол қолын созып хатты жұлып алмақ болды. Бірақ Оразбай шегініп үлгерді. Дәл сол кезде қорым қақпасынан тағы бір көлік кіріп келді. Ескі ақ Нива. Көліктен 90-ға таяған ақ жаулықты Кейуана түсті. Ол асықпай ғана Оразбайға жақындап келді. Жұрттың бәрі үнсіз жол берді. Кемпір Оразбайға тіке қарап, «Хадиша жалғыз куәгер емес еді». «Сіз кімсіз?» деді Оразбай. Кейуананың көзіне жас келді. «Мен сол түні нәрестені алғаш болып қолыма алған Медбикемін. Мен 50 жылдан бері осы күнді күтіп жүрмін». Қорым ішін тағы да үнсіздік басты. Ақ жаулықты Кейуана Оразбайға жақындап келді. Жасы 90-ға таяса да, жанары әлі өткір. Қолында ескі кенеп сөмке. Ол сөмкені жерге ақырым қойып, Оразбайдың жүзіне ұзақ қарады. «Сен әкесіне қатты ұқсайды екенсің». Оразбай тамырғап қалды. «Сіз мені танисыз ба?» «Танимын. Сені де, Күнсайды да танимын. Мен екеуіңнің тағдырларымның қалай қиратылғанын өз көзіммен көрдім». Руслан ашуланып алға шықты. «Әже, жетеді. 50 жыл өткен әңгімені қайта тірілтудің керегі жоқ». Кейуана оған бұрылып қарады. «Балам, өтірік қанша жыл өмір сүрсе де, бір күні бәрібір шындыққа жол береді». Кейуананың аты Зейнеп екен. Ол аудандық перзентханада 40 жыл медбике болып қызмет еткен. «Хадиша екеуміз сол түні кезекшілікте болдық», деп бастады ол. «Күмісайдың босануы қиын өтті, бірақ сәби аман дүниеге келді». Шырылдап жылаған дауысын әлі ұмытқан жоқпын. Оразбай көз жасын тоқтата алмады. «Қызым». Зейнеп басын изеді. Қыз еді. Денсаулығы да жақсы болатын. Бір сағат өтпей, жатып перзентханаға 3 көлік келді. Ішінен костюм киген адамдар түсті. Бізге барлық палатадан шығуды бұйырды. «Қарсы болмадыңыздар ма?» «Болдық». Хадиша қарсы шықты. Мен де қарсы болдым. Бірақ бізді кабинетке қамап қойды. Жарты сағаттан кейін шықсақ, сәби жоқ. Айсұлу жылап жіберді. «Сонда анам жалғыз қалған ғой?» Ол қызының өлгеніне сеніп өмір сүрді. Ал қызы басқа біреудің қызы болып өсті». Оразбай үнсіз ғана сұрады. «Кім алып кетті?» Зейнеп көзін жұмды. «Мен көліктің мемлекеттік нөмірін жаттап алғанмын. Есіңізде ме?» «Қандай?» «Ол кезде бәрін дәптеріме жазып қойғанмын». Русланның өңі бірден өзгерді. «Қандай дәптер?» Зейнеп оған бұрылмастан жауап берді. «Мен өмір бойы күнделік жаздым. Сол күнде жазылған». «Ол қайда?» «Иімде емес». Руслан демін ішіне тартты. «Онда қайда?» Кейуана алғаш рет күлімсіреді. «Мен оны 1 ай бұрын нотариусқа тапсырдым. Егер маған бірдеңе болса, күнделік автоматты түрде прокуратураға беріледі». Русланның өңі бозарып кетті. Осы кезде Мұрат сыбырлап: «Оразбай, не болды? Байқадың ба?» «Нені?» «Руслан хаттан емес, күнделіктен қорқып тұр». Оразбай ойланып қалды. Расымен де, Руслан Хадишаның хатын тартып алуға тырысқанымен, Зейнептің күнделігін естіген сәтте мүлде өзгеріп кеткен. Демек, нағыз дәлел хатта емес, сол күнделікте еді. Зейнеп сөмкесінен ескі кілт шығарды. «Бұл менің үйім емес». «Онда не?» «Банктегі жеке үй ашығымның кілті». «Сонда күнделік сонда ма?» Ол кілтті Оразбайдың алақанына қойды. 50 жыл бойы осы күнді күттім. Енді аманатты саған тапсырдым. Бірақ
Зейнептің даусы кенет бәсеңдеп кетті. Ұяшықтың ішінде күнделік қана жоқ. Оразбай тамырға парады. Тағы не бар? Зейнеп терең күрсінді. Сенің қызыңның шын аты жазылған туы туралы алғашқы куәлік. Ол ешқашан жойылмаған. Оразбай кішкентай темір кілтті алақанына қысып тұрды. Өмірінде қанша күрек ұстаса да, мына кішкентай кілттің салмағы бәрінен ауыр сезілді. Өйткені бұл кілт 50 жыл бойы жабық тұрған ақиқаттың есігін ашатын еді. Руслан кілтке қолын созды. Оны маған бер. Оразбай қолын кейін тартып алды. Неге? Өйткені оның ішінде саған тиесілі ештеңе жоқ. Қайдан білесің? Руслан бір сәтке тосылып қалды. Мен жай ғана айтып тұрмын. Жоқ. Оразбай оның көзіне тіке қарады. Сен оның ішінде не жатқанын білесің, сондықтан қорқып тұрсың. Руслан үндемеді. Бұл үнсіздік бәріне жауап болғандай еді. Зейнеп кемпір ауыр демалды. Бүгін ешқайда бармаңдар. Неге? Олар сендерді банкке жеткізбейді. Мұрат басын изеді. Дұрыс айтады. 50 жыл күткен адамдар бір күнде күте алады. Ал ақиқатты жасырғандар дәл бүгін асығады. Сол түні Оразбай мен Айсұлу ауылдан ешқайда шықпады. Қорымның жанындағы ескі үйде отырды. Үйдің іші тып-тыныш, тек қабырғадағы сағаттың пықылы ғана естіледі. Айсұлу әкесіне қарап: «Әке, иә қызым, егер әпкем тірі болса, ол бізді іздеді ме екен?» Оразбай көзін терезеге қадады. «Іздеген. Қайдан білесіз?» Себебі адам өз тегін сезеді, туған жер шақырады. Сол себепті әлгі бейтаныс әйел қорымға келген. Ол өзі де неге келгенін түсінбеген шығар, бірақ жүрегі алып келген. Түн ортасы ауғанда сырттан әлдекім есікті ақырым қақты. Бір рет, екі рет. Оразбай есікті ашқанда табалдырықта ешкім жоқ екен. Тек ағаш жәшік тұр. Жәшіктің ішінде ескі магнитофон таспасымен бір жапырақ қағаз жатыр. Қағазда бар болғаны бір ғана сөйлем жазылыпты. Бұл таспаны таң атқанша тыңда, әйтпесе кеш қаласыңдар. Оразбай ескі магнитофонды іске қосты. Таспа біраз уақыт сықырлап тұрды. Сосын әйел адамның жас дауысы естілді. «Менің атым Гүлнәр». Оразбай селк етіп орнынан тұрды. Бұл есімді бұрын ешқашан естімеген. Таспа әрі қарай жалғасты. «Егер бұл жазбаны әкем мен анам тыңдап отырса, мен сендерді өмір бойы іздедім, бірақ мені іздеуге кешіктіңдер». Айсұлуның жүрегі дүрсілдеп кетті. «Әке?» Оразбайдың көзінен жас сорғалап ақты. «Бұл, иә, бұл біздің жоғалған қызымыздың дауысы болуы мүмкін». Бірақ таспа аяқталмай жатып, магнитофонның үні күрт үзілді. Пленка әдейі қиылып тасталған екен. Ал жәшіктің түбінде бүктелген екінші қағаз жатты. Оразбай оны ашып оқыды. Онда: «Гүлнәр қазір бұл есіммен өмір сүрмейді. Егер оны тапқың келсе, алдымен оның кім болғанын емес, кімнің қызы болып өскенін анықта», деп жазылыпты. Таң бозара бастағанда Оразбай, Айсұлу, Әлихан мен Мұрат аудан орталығына қарай жолға шықты. Ешкім сөйлеген жоқ. Кеше түнгі таспа бәрінің ойын сан саққа жүгірткен. Егер таспадағы дауыс шынымен жоғалған қыздарына тиесілі болса, демек, ол тірі ғана емес, бір кезде ата-анасын іздеген. Банк әлі ашыла қоймаған. Есіктің алдында күзетші ғана тұр. Сағат тілі 9-ды көрсеткенде ішке бірінші болып Оразбай кірді. Менеджер Зейнеп кемпірдің аты жөнін тексеріп, ұзақ үнсіз отырды. Сосын орнынан тұрып: «Бізге нотариустан арнайы нұсқаулық келген» деді. «Қандай нұсқаулық?» «Бұл ұяшықты ашу кезінде бейне жазба жүргізілуі керек». Оразбай таңырқап қалды. «Неге?» «Себебі ішінде мемлекет үшін маңызды құжат болуы мүмкін» деп көрсетілген. Кемір есік ашылды. Қатар-қатар тұрған ұяшықтардың бірінен қызметкер кішкентай темір қорапты алып шықты. Қораптың бетіне ақ қағаз жапсырылыпты. Тек Оразбайға. Қарттың жүрегі дүрсілдеп кетті. Қораптың ішінде 3 зат жатыр. Бірінші, Хадишаның толық күнделігі. Екінші, перзентхананың мөрі басылған сарғайған туы туралы куәлік. Үшінші, қара конверт. Оразбайдың көзі бірден туы туралы куәлікке түсті. Құжатты жайлап ашты. Баланың туған күні, анасының аты, әкесінің аты, бәрі дұрыс. Әкесі Оразбай, анасы Күмсай. Оразбай көз жасын тыя алмады. Бұл біздің қызымыз. Бірақ келесі жолды оқығанда қатып қалды. Балаға берілген есім Гүлназ. Айсұлу тамырғап:
кеше таспадағы қыз өзін Гүлнәр деді ғой. Мұрат бірден сөзге араласты. Демек, кейін атын өзгерткен. Оразбай қара конвертті ашты. Ішінен тағы бір туу туралы куәлік шықты. Бірақ бұл басқа құжат еді. Мұнда әлгі қыздың анасы мен әкесі мүлде басқа адамдар болып жазылған. Әкесі Сүлеймен Бекенұлы, анасы Сара Сүлеймен қызы. Оразбайдың қолы қалтырап кетті. Жоқ. Не болды? Олар қызымды жетімдер үйіне өткізбеген. Онда өз әулеттеріне алып кеткен. Әлихан да құжатқа үмілді. Бұл мүмкін емес. Мүмкін. Мұрат ауыр күрсінді. Олар мұны бекер істемеген. Неге? Себебі Сүлейменнің өз баласы болмаған. Диірменде айтпаған бір сырым бар еді. Оразбай жалт қарады. Қандай сыр? Мұрат үнсіз қалды. Сосын жай ғана айтты. Гүлназ. Сүлейменнің қызы емес, бірақ бүкіл өмірін Сүлейменнің мұрагері ретінде өткізген. Сол сәтте банк қызметкері асығыс жүгіріп кірді. Кешіріңіздер, не болды? Бір әйел сіздерді іздеп келді. Кім? Жасы 70-те шамасында. Қолында дәл осындай тұмар бар. Ол тек бір ауыз сөз айтты. Оразбайға айтыңдар. Гүлназ өлген жоқ, бірақ ол өз өміріндегі ең үлкен өтірікті кеше ғана білді. Оразбай орнынан атып тұрды. Әлгі әйел қайда? Банк қызметкері өкінішпен басын шайқады. 5 минут бұрын кетіп қалды. Қай жаққа? Айтқан жоқ, тек мына конвертті қалдырды. Қызметкер үстел үстіне ақ түсті конверт қойды. Сыртында жалғыз ғана сөйлем бар. Оразбайдың өз қолына тапсырылсын. Қарт конвертті асықпай ашты. Ішінен сарғайған сурет шықты. Суретте 60-та шамасындағы әйел тұр. Шашына ақ кірген. Жүзінде мұң. Бірақ Оразбайдың жүрегі шым ете қалды. Әйелдің жанары. Дәл Күмісайдың жанары еді. Суреттің артқы бетіне ұсақ әріппен. Бұл Гүлназдың былтыр түскен суреті деп жазылыпты. Оразбай суретті жүрегіне басты. 50 жылдан астам уақыт бойы көре алмай кеткен қызын алғаш рет көріп тұрғандай болды. Көзінен жас парлап ақты. Қызым. Конверттің ішінде тағы бір хат бар екен. Оразбай оны ашып оқи бастады. Оразбай аға, менің атым Рая. Мен Сүлейменнің үйінде 40 жыл қызметші болдым. Гүлназды туған күннен бастап өз көзіммен өсірдім. Ол өзін Сүлейменнің туған қызы деп білді. Бірақ Сүлеймен өмірінің соңғы күндерінде сырқаттанып жатқанда бәрін мойындады. Гүлназ біздің қанымыз емес деді. Сол күннен бастап Гүлназдың өмірі өзгерді. Айсұлу демін ішіне тартты. Демек? Иә, деді Оразбай. Ол өз шындығын енді ғана білген. Хат әрі қарай жалғасты. Гүлназ әкесінің сөзін алғашында сандырақ деп ойлады. Бірақ үйдегі ескі сейфтен 2 туу туралы куәлік тауып алды. Бірінде өз аты Гүлназ, екіншісінде мүлде басқа есім — Гүлнәр. Сол күннен бастап ол өзінің кім екенін іздей бастады. Әлихан үстелді ақыр мұрды. Сондықтан ол қорымға келген. Мұрат басын ізеді. Иә, ол туған жерін іздеген, өзінің кім екенін іздеген, бірақ кешігіп қалған. Оразбай хаттың соңғы жолдарын оқыды. Ол сіздердің кім екендеріңізді білді, бірақ бір нәрседен қатты қорықты. Егер мен олардың алдына барсам, олар мені кешіре ме деп қайта-қайта сұрай берді. Мен әке мен ананың жүрегінде балағаға деген өкпе болмайды дедім. Өкінішке қарай, Гүлназ сіздерге жолға шығуға үлгермеді. 3 ай бұрын оның жүрегіне ауыр ота жасалды. Қазір ол Алматы қаласындағы кардиология орталығында ем қабылдап жатыр. Хатты оқып болған Оразбай үнсіз тұрып қалды. Жарты ғасыр бойы жоғалтқан қызы тірі. Ол бар болғаны бірнеше жүз шақырым жерде ғана екен. Оразбай көз жасын сүртіп баяу ғана айтты. Жолға шығамыз. Енді мен қызымды ешкімге бермеймін. Оразбай жансақтау бөлімінің есігіне ұзақ қарап тұрды. Есіктің үстіндегі қызыл шам ғана жанып тұр. Кіруге болмайды. Осы 4 сөз оның жүрегіне тас болып батты. Қызым, дәл ана есіктің ар жағында. Дауысы әрең шықты. Айсұлу әкесінің иығына қолын қойды. Сабыр етіңіз. 50 жыл күттім кеттім қызым. Енді тағы күтейін бе? Біраз уақыттан кейін ақ халатты дәрігер шықты. Гүлназдың туыстары бар ма? Оразбай орнынан атып тұрды. Мен. Дәрігер оған таңырқай қарады. Сіз кім боласыз? Қария үнсіз қалды. Өйткені заң бойынша ешкім емес. Ал жүрегі бойынша
әкесі. Айсұлу алға шықты. Бұл кісі оның туған әкесі. Дәрігер таңырқап қалды. Құжат бойынша әкесі басқа адам емес пе? Құжат өтірік. Өмірі өтірік болған. Дәрігер олардың жүзіне ұзақ қарап тұрды. Сосын жай ғана: науқас есін біледі, бірақ жүрегі өте әлсіз. Оны мазаламауға тырысыңыздар. 5 минуттан артық сөйлесуге болмайды. Оразбайдың аяқтары өзінен өзі алға басты. Жансақтау бөлімінің есігі баяу ашылды. Палата іші аппақ. Аппараттардың бір қалыпты дыбысы ғана естіледі. Керезе жанындағы төсекте ақ шашы самайына түскен әйел жатыр. Жүзі әбден жүдеп кеткен. Бірақ көзін ашқан сәтте Оразбайдың жүрегі шым ете қалды. Бұл Күмісайдың өзі секілдеді. Дәл сол жанар, дәл сол қабақ, дәл сол жүз. Гүлназ баяу бұрылып, есік алдында тұрған қарияға қарады. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Екеуі де ештеңе айта алмады. Көздері ғана сөйлеп тұрды. Гүлназдың жанарынан жас ақты. Ол әлсіз ғана қолын созды. Оразбай жақындап келіп, сол қолды екі алақанына басты. Қолдың жылуын сезген сәтте, оның 50 жыл бойы қатып қалған жүрегі еріп кеткендей болды. Қызым. Бұл сөзді ол алғаш рет айтты. 75 жылдық ғұмырында ең қымбат сөз осы еді. Гүлназ ернін әрең қимылдатты. Дауысы өте әлсіз шықты. Сіз... Оразбай еңкейіп қалды. Я қызым, сіз шынымен менің әкемсіз бе? Оразбай көз жасын жасыра алмады. Я, кешігіп келген әкеңмін. Гүлназ жылап жіберді. Мен өмір бойы осы бір сөзді естуді армандадым. Қызым деген бір ауыз сөзді. Палатадағы бәрі үнсіз қалды. 50 жылдан кейін алғаш рет әке қызын құшағына басты. Бірақ дәл сол сәтте жүрек соғысын көрсетіп тұрған аппараттың үні өзгеріп кетті. Экрандағы сызықтар ретсіз қозғала бастады. Дәрігерлер сырттан жүгіріп кірді. Бәріміз сыртқа шығыңыздар. Оразбай қызын жібергісі келмеді. Ал Гүлназ әкесінің қолын қысастап, көзін жұмып бара жатты. Палата іші тып-тыныш болып қалды. Жақып қолындағы ескі былғары папканы кеудесіне қысып тұр. Қолының қалтырағаны анық байқалады. Оразбай оған үнсіз қарады. Жақып: «Я, 50 жыл бойы қайда болдым?» Қария көзін төмен түсірді. Үнсіздіктің тұтқыны болдым. Сонша жыл үндемей жүрдім бе? Үндемесем ғана балаларым аман қалады деп қорықтым. Оразбай ауыр күрсінді. Ал енді неге келдің? Жақып Гүлназға бір қарап алды. Өйткені енді қорқатын ештеңем қалған жоқ. Ол папканы ашты. Ішінен мөр басылған қалың конверт шықты. Сыртында «Мен өлгеннен кейін ғана ашылсын» деп жазылған. Төменгі жағында Сүлейменнің өз қолы тұр. Жақып конвертті Оразбайға ұсынды. Мұны маған осыдан 25 жыл бұрын тапсырған. Неге сонша уақыт сақтадым? Себебі ішінде жазылған адамның аты аталғанға дейін ашуға болмайды деді. Қандай ат? Сенің атым. Оразбай конвертті ақырын ашты. Қағаздың иісі ескірікті аңқып тұр. Алғашқы жолын оқыған бойда демі ішіне тартылды. Оразбай, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек мен бұл дүниеде жоқпын. Мен саған өмір бойы кешірім сұрай алмай кеттім. Оразбайдың көзінен жас үзіліп түсті. Ол оқуды жалғастырды. Мен Күмісайды ешқашан жек көрген емеспін. Сені де жек көрген жоқпын. Бірақ бір ғана қателігім күнәға айналды. Қандай қателік? Деп сыбырлады Оразбай. Хатта бұлай деп жалғасыпты. Сол жылы ауданға үлкен тексеру келетін болды. Менің заңсыз алған жерлерім, жалған құжаттарым ашылудың алдында тұрды. Егер жанжал шықса, мен ғана емес, бүкіл әулетім күйрейтін еді. Маған халықтың назарын басқа жаққа бұру керек болды. Оразбай қабағын түйді. Сонда, сендер туралы өсек тараса, ешкім менің ісіме қарамайды деп ойладым. Қасымды пайдаландым. Әлиханды алдадым. Күмісайдың әкесіне қысым жасадым. Бірақ оқиға мен ойлағаннан әлде қайда ауыр болып кетті. Оразбай хатты оқып отырып, орындыққа жайлап отырды. Сонда, бәрі бір ғана адамның мансабы үшін болғаны ма? Жақып үнсіз басын изеді. Иә. Ал қызынды неге алып кетті? Жақып көзін жұмды. Өйткені Сүлеймен соңғы сәтте қорқып кетті. Неден? Егер нәресте ауылда қалса, бір күні шындық ашылады деп ойлады.
Сондықтан баланы басқа құжатпен басқа отбасыға бергізді. Бірақ Жақыптың даусы дірілдеп кетті. Ол бұл шешімі үшін өмірінің соңына дейін өзін кешіре алмады. Оразбай хаттың соңғы бетіне өтті. Онда бар болғаны 2 сөйлем ғана жазылыпты. Егер Гүлназ тірі болса, менің барлық дүние мүлкім соған тиесілі емес. Оның жалғыз мұрасы өз әкесінің аты мен анасының махаббаты. Ал қалған дүниенің бәрін менімен бірге жерге көміңдер. Оразбай хатты бүктеп жапты. Палатадағы ешкім тіл қатпады. Осы сәтте Гүлназ әлсіз ғана дауыспен: «Әке». Оразбай қызына бұрылды. «Иә, қызым». Гүлназ көзінен аққан жасты сүртіп: «Маған олардың байлығы да, аты да керек емес. Мен тек анам жатқан жерге барып, мен үйге қайтып келдім деп айтқым келеді». Бір аптадан кейін дәрігерлер Гүлназды ауруханадан шығаруға рұқсат берді. Ұзақ жолға шығуға болмайтынын ескерткенімен, Гүлназдың бір ғана өтініші болды: «Әке, айта ғой қызым, ең алдымен анама барайықшы». Оразбай үнсіз басын изеді. Ол да дәл осы сәтті жарты ғасыр бойы күтіп жүрген. Күздің жайма шуақ күн еді. Ауылға кірген көлік баяу ғана қорымға қарай бұрылды. Қорым бұрынғыдай тыныш. Жел ғана ескі теректердің жапырағын баяу тербеп тұр. Оразбай көліктен бірінші түсті. Қолына бір шоқ ақ гүл алды. Артынша Айсұлу мен Гүлназ қатар жүрді. 2 қыз, бір ананың қос перзенті. Бірі анасының жанында өсті, бірі анасының бар екенін білмей өмір сүрді. Тағдыр екеуін қартайған шағында ғана қайта қауыштырды. Күмісайдың қабіріне жеткенде Гүлназдың аяғы тоқтап қалды. Таста қарапайым ғана жазу тұр: «Күмісай, аяулы ана, адал жар». Гүлназ тасты алақанымен сипады. Көз жасы еркін ағып жатты. «Анашым, мен кешігіп келдім. Кешіріңіз». Ол тізерлеп отырып қалды. «Мен өмір бойы сізді басқа адам деп ойлаппын. Ал сіз өмір бойы мені күтіпсіз». Айсұлу да жылап жіберді. 2 әпкелі сіңлі бірін-бірі құшақтап ұзақ тұрды. Оразбай олардан сәл шеткерірек барып, үнсіз дұға оқыды. Біраздан кейін Гүлназ сөмкесінен ескі суретті шығарды. Бұл өзін өсірген отбасы түсірген жалғыз сурет еді. Ол суретке ұзақ қарап тұрды да Күмісайдың қабірінің жанына қойды. Оразбай тамырқап: «Қызым, оны неге қалдырдым?» Гүлназ әкесіне бұрылды. «Себебі мен ешкімге өкпелі болып өмір сүргім келмейді». «Олар саған өтірік айтты ғой». «Иә, бірақ мені аш қалдырған жоқ. Оқытты, тәрбиеледі. Олар менің туған атанам болмағанымен, маған жамандық та жасаған жоқ. Нағыз кінә бәрін ұйымдастырған адамдарда». Оразбай қызының сөзіне үнсіз басын изеді. Жүрегінде алғаш рет кек емес, тыныштық орнай бастағанын сезді. Сол кезде қорымның ар жағынан ауылдың бірнеше қариясы келе жатты. Ең үлкені Оразбайдың жанына келіп тоқтады. Оразбай: «Иә аға, біз саған кешірім сұрауға келдік». Оразбай тамырқап тарады. «Не үшін?» Ақсақал ауыр күрсінді. «50 жыл бұрын біз өсекке сендік. Сені кінәлі санадық. Күмісайды да түсінбедік. Сендердің ақиқаттарыңды іздеудің орнына жұрттың сөзіне ердік. Бүгін соған ұялдық». Қарт ақсақал 2 қолын жайды. «Бізді кешір». Оразбайдың жанары жасқа толды. Ол ақсақалдың қолын ұстап: «Мен сендерді әлде қашан кешіргем. Өйткені адамды өткеннің ауырлығы емес, кешір алмауы қартайтады». Сол сәтте Гүлназ анасының қабіріне ақ гүлді жайлап қойды. Көзін жұмып, сыбырлап қана: «Анашым, мен үйге қайттым». Жел баяу көтеріліп, Күмісайдың қабірінің үстіндегі сарғайған жапырақтарды тербетіп өтті. Оразбай аспанға көз салды. Бәлкім 50 жыл бойы күткен 2 жүректің сағынышы дәл осы сәтте ғана тыныш табылған шығар. Күмісайдың қабірінен қайтқаннан кейін Оразбай бұрынғыдай қорымдағы жалғыз үйіне кірді. Бірақ бұл жолы үй оған бөтен көрінді. 50 жыл бойы осы үйде жалғыз шай ішті, жалғыз оянды, жалғыз ұйықтады. Енді сол үйдің төрінде 2 қызы отыр. Бұл көріністі ол өмірінде қанша рет елестеткенімен, бір күні шындыққа айналады деп сенбеген. Кешкі шай үстінде ешкім ұзақ сөйлей алмады. Үнсіздіктің өзін сағынып қалғандай. Бір кезде Гүлназ ақырын ғана: «Әке». «Иә қызым, мен сізден бір нәрсе сұрайыншы». «Сұра». «Сіз осы қорымнан неге кетпедіңіз?» Айсұлу да әкесіне қарады.
Бұл сұрақты ол да талай ойлаған. Оразбай терезеден бейіттерге көз тастады. Басында мен де кеткім келді. Сонда неге қалдыңыз? Себебі бір күні Күмісай келеді деп күттім. Үй іші тып-тыныш болып қалды. Күн сайын кешке қарай қорымның қақпасына қарап отыратынмын. Бәлкім бүгін келер деп. Келмеді. Кейінше? Кейін сендерді күттім. Гүлназ көз жасын сүртті. Бізді ме? Иә. Білмеймін неге. Бірақ жүрегім бір күні қызым осы жолмен келеді деп сыбырлайтын. Сол үміт мені осы жерден жібермеді. Айсұлу орнынан тұрып әкесінің қасына келді. Әке? Иә. Сіз енді жалғыз емессіз. Гүлназ да келіп екінші жағынан құшақтады. Енді біз бармыз. Оразбайдың жанары жасаурап кетті. Алла маған қартайғанда екі бірдей қыз сыйлады. Сол түні Оразбай ұзақ ұйықтай алмады. Түн ортасында сыртқа шықты. Қорым бұрынғыдай тыныш. Ай сәулесі бейіттердің үстіне төгіліп тұр. Он күрегін алып баяу жүре бастады. Ескі соқпақпен жүріп отырып, Күмісайдың қабірінің жанына келді. Күмісай, қызымызды таптым. Екеуінде. Енді сен уайымдама. Көзінен тағы бір тамшы жас домалап түсті. Менің бұл өмірдегі міндетім аяқталған сияқты. Ертеңіне таңертең Айсұлу әкесін үйден таба алмады. Әке? Жауап жоқ. Гүлназ екеуі қорымға қарай жүгірді. Қорымның ең шетінде Оразбай отыр екен. Қолында күрегі. Жаңа ғана қазылған кішкентай Гүлзардың жанында үнсіз отыр. Әке? Оразбай бұрылып күлімсіреді. Қорықпаңдар. Мен ешқайда кеткен жоқпын. Мұнда не істеп отырсыз? Қария жаңадан отырғызылған екі кішкентай алма көшетін көрсетті. Бірі Айсұлу, бірі Гүлназ. Неге алма ағашы? Себебі адам кеткенде артында тас емес, көлеңке қалдырғаны дұрыс. Мен бұл қорымды өмір бойы күзеттім. Енді бұл жерде сендердің де ізің қалсын дедім. Гүлназ әкесінің иығына басын қойды. Әке? Иә қызым. Мен енді бұл ауылдан кеткім келмейді. Неге? Өйткені мен өмір бойы үй іздеппін. Ал менің үйім осы жер екен. Оразбай көк аспанға қарады. Жүрегінде бұрын соңды болмаған тыныштық орнады. Өйткені адамға кейде бүкіл өмір бойы іздеген бақыты қартайған шағында ғана бұйырады. Күздің алғашқы суығы сезіле бастаған. Қорым бұрынғыдай тыныш, бірақ бір ғана нәрсе өзгерген еді. Оразбай енді бұл жерге жалғыз келмейтін. Бір жағында Айсұлу, бір жағында Гүлназ. Екеуі де әкелерінің әр қадамын бағып жүретін. Бір күні ауыл әкімі Қорымға арнайы келді. Қасында бірнеше адам бар. Оразбай аға, иә балам, сізге ауыл ақсақалдарының өтініші бар. Айта ғой, осы Қорымға жаңа қараушы тағайындайық деп едік. Оразбай үнсіз тыңдаттыр. Жасымызда келді, енді демалғанымыз дұрыс. Қария жай ғана жымиды. Мен де осы сөзді күтіп жүредім. Келесі жұма күні бүкіл ауыл Қорымға жиналды. Бір кездері Оразбайды менсінбеген адамдардың өзі келді. Жастар да келген, балалар да келген. Ауылдың имамы сөз бастады. Біз бір адамды өмір бойы қабір қазушы деп атадық. Бірақ оның шын мәнінде кім екенін кеш түсіндік. Ол тек қабір қазған жоқ. Ол әр адамның соңғы сапарына құрмет көрсетті. Талай әулеттің қайғысын бөлісті. Өз қайғысын ешкімге білдірмеді. Бүгін біз Оразбай ақсақалға алғыс айту үшін жиналдық. Жұрт ұзақ қол соқты. Оразбай мұндай құрметті күтпеген еді. Ол орнынан баяу тұрып, мен батыр емеспін деді. Мен тек өз жұмысымды адал атқардым. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңдар. Адамның байлығы артында қалдырған дүниесі емес, артында қалдырған жақсы аты. Қорымға келген жұрттың бәрі үнсіз тыңдап тұрды. Мен өмір бойы бір шындықты түсіндім. Қабірдің астында бай да кедей де жатпайды. Әкім де, жұмысшы да жатпайды. Онда тек адамның аманаты жатады. Сондықтан бір-бірімді ренжітпеңдер. Кешірім сұрауға кеш қалмаңдар. Жақсы көретін адамдарыңа бүгін айтыңдар. Ертең айтуға мүмкіндік болмауы мүмкін. Сол күні кешке Оразбай күрегін жуып, ескі сарайдың қабырғасына іліп қойды. 45 жыл бойы қолынан түспеген күрек. Енді өз орнын тапқандай. Гүлназ күлімсіреп, әке, иә қызым, енді бұл күрекке қол тимей ме? Оразбай басын шайқады.
Жоқ. Неге? Себебі менің ендігі жұмысым қабір қазу емес. Онда қандай жұмыс? Қария екі қызына қарап жымиып. Енді мен сендердің балаларына ертегі айтып, алма ағаштарының қалай өсіп жатқанын қараймын. Қалған өмірімді жоғалтқан жылдарды қайтаруға жұмсаймын. Айсұлу мен Гүлназ әкелерін құшақтап алды. Күн батып бара жатты. Қорым үстіне алтын түсті сәуле төгілді. Ал Оразбай алғаш рет сол қорымнан үйіне қайтып бара жатты. Бұл жолы арқасында күрегі жоқ еді. Бірақ жүрегінде өмір бойы көтеріп келген ауыр жүк жоқ болатын. Арада 6 ай өтті. Көктем келді. Қорымның айналасындағы екі алма көшеті бүршік жара бастады. Оразбай күнде таңертең соларға су құятын. Әке, тағы да ағаштарымызға келдіңіз бе деп күлді Айсұлу. Бұлар жай ағаш емес қызым, білемін. Бұлар біздің қайта табысқан өміріміз. Гүлназ Алматыдағы үйін сатып ауылға көшіп келген. Жұрт алғашында таң қалды. Қалада тұрған жақсы емес пе? Неге ауылға келдіңіз? Гүлназ күлімсіреп. Өйткені адам туған жерін емес, өзің күткен жүректі іздейді екен. Мен оны осы ауылдан таптым дейтін. Бір күні Оразбай үйдің алдына ұзын ағаш орындық қойды. Айсұлу тамырқат. Әке, мұны не үшін жасадыңыз? Келетін адамдар көбейіп кетті. Расымен де солай еді. Бірі ақылсырап келеді, бірі әкесімен ренжісіп қалғанын айтып келеді, бірі анасын сағынғанын айтып жылайды. Оразбай ешкімге ұзақ ақыл айтпайтын, тек тыңдайтын, сосын бір-ақ ауыз сөз айтатын. Аман адамнан кешірім сұрау қиын емес. Қиыны қабірдің басына барып кешірім сұрау. Сол сөзді естігендердің көбі үнсіз кететін. Көп ұзамай ауыл адамдары оның үйін ақсақалдың үйі деп атай бастады. Бұрын бұл есікті ешкім қақпайтын, енді күн сайын біреу келеді. Оразбай бір күні қыздарына қарап, байқадыңдар ма? Нені әке? Бұрын адамдар маған өлгенде ғана келетін, енді тірі кезінде келетін болды. Міне, ең үлкен бақыт осы. Жаздың бір күні ауылға жас жігіт келді. Жасы 25-тер шамасында. Қолында гүл шоғы. Ол Күнсайдың қабіріне ұзақ қарап тұрды. Сосын Оразбайға жақындады. Ақсақал, «Е балам, мен сізді танымаймын, бірақ сіздің өміріміз туралы кітап оқыдым». Оразбай тана қалды. Кітап? Е, Гүлназ екеуміз жаздық. Оразбай қызына қарады. Гүлназ жымиып тұр екен. Әке, адамдар сізді өмір бойы қабір қазушы деп білді, бірақ мен олардың сізді басқа қырынан танығанын қаладым. Қандай қырман? Әке ретінде, кешіре білген адам ретінде, үмітін ешқашан жоғалтпаған жан ретінде. Оразбайдың көзіне жас келді. Кітаптың аты қалай? Гүлназ әкесінің қолын ұстап жай ғана жауап берді. Әкенің күтуі. Неге дәл солай? Өйткені бұл кітап қабір қазушы туралы емес. Бұл 50 жыл бойы қызын күтуден ешқашан шаршамаған әке туралы. Оразбай көкке қарап үнсіз жымиды. 50 жыл бұрын тағдыр одан бәрін тартып алған еді. Ал енді тағдыр оған кешіккен болса да, ең үлкен сыйым қайтарды. Бұл жолы оның жүрегінде өкініш емес, тек шүкіршілік қана қалды.